Қайырлы күн достар, сіздерге бүгін әрі дәмді, әрі жеңіл жасалатын, әрі арзан бағада жасалатын творогпен жасалатын пирог түрін жасап көрсеткім келеді. Ол үшін видеоның соңына дейін тамашалаңыздар. Ал онда бисмиллах деп бастадық. Ең бірінші илеуіштен ұнымызды осылай өткізіп аламыз. Илеуіштен ұнымызды өткізіп алдық. Енді оның үстіне какао ұнтағын саламыз. Енді бір шай қасықпен қопсытқышымызды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді ұнымызды бір шетке қоя тұрамыз. Ұнымызға қосып илейтін заттарды дайындаймыз. Оған ең алдымен бір жұмыртқаның сарысын аламыз. Келесі қантымызды саламыз. Одан кейін үлкен қасықпен 2 қасық қаймағымызды саламыз. Келесі маргаринімізді, 100 грамм маргаринімізді ертіп, осылай құямыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алдық. Енді ұнымызды шетінен салып отырып, жақсылап қамыр илеп шығарамыз. Мінекей қамырымыз дайын. Енді осы қамырды 2 бөлікке бөліп, тоңазытқышта жарты 1 сағатқа дейін қатырып аламыз. Енді қамырымыз дайын болғанша салмасын дайындаймыз. Ол үшін 2 ас қасық қаймақ, қантымыз керек, 1 ас қасық крахмал қосамыз. Одан кейін творогымызды, 500 грамм творогымызды салып, және де бұл жерге тағы 1 жұмыртқа қосуларыңыз керек. Мен видеода жұмыртқа салуды ұмытып кеттім. Творог қосқан кезде суын сығып алып тастауды ұмытпаңыздар. Қамырымыз дайын болды, жақсылап қатты. Енді оны осы бумаганың үстіне үккіштен өткіземіз. Үккіштен өткізіп алдық. Енді оның үстіне жаңа салмасын құямыз. Салмасын құйып болғаннан кейін екінші қамырымызды жаңағыдай үстіне тағы да үккіштен өткіземіз. Қамырымызды үккіштен өткізіп алдық. Енді 180 градуста қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Пирогымыз дайын. Пирогты пештен алғаннан кейін оны салқындатып барып кесуді ұмытпаңыздар. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Пирог ұнаған болса, бағасын беруді ұмытпаңыздар. Каналыма жазылыңыздар. Алда талай рецепттер күтіңіздер. Сау болыңыздар.